Қайырлы күн, құрметті мен көрермендерім. Бүгінгі видеоның тақырыбы жатырдан тыс жүктілік болмақ. Олай болса кеттік. Жатырдан тыс жүктілік жайында маған жиі сұрақ қойылады. Сондықтан осы бүгінгі видеоны осы тақырыпқа арнағанды жөн санадым. Жалпы жатырдан тыс жүктілік деген не үшін пайда болады, оны қалай анықтаймыз? Енді ол жатырдан тыс жүктілікті білу үшін алдымен қалыпты жүктілікті түсініп алуымыз керек. Білесіздер, аналық безде айына бір аналық ұрық пісіп жетіледі. Көріпсіздер, кішкентай ұрықтан жетіліп, овуляция процесі кезінде аналық ұрық клетка аналық безден жарыққа шығады. Осы овуляцияның орнында, яғни аналық бездің пісіп жетілген орнында сары дене түзіледі. Осындай пісіп жетілген әдемі аналық ұрық клеткасы жарылып шыққан кезде оны білесіздер, мындай сперматозоидтар қарсы алады, сөйтіп ұрықтану процесі болады. Екі ұрық клеткасы, аналық пен аталық ұрық клетканың қосылуы салдарынан бір бүтін дене клеткасы, зигота, ұрықтанған клетка, зигота түзіледі клетка. Бұл клетка осы жатыр түтікшесінің бойымен жылжып отырып, ол жай ғана жылжып отырмайды, және өзі бөлініп көбейіп отырады. Яғни бір клетка 2, 4, 8, 16 деп бөлініп, көріп отырсыздар, көбейіп, ұрықтанудың 7-ші тәулігінде жатыр қуысына түседі. Сөйтіп, көріп отырсыздар, 8-ші тәулік, 9-ші тәулік, 10-ші тәулікте толық жатырдың денесіне енеді. Өйткені ұрық клеткасы болашақта өзінің қан тамырларымен жатырдың қан тамырлары арасында байланыс орнап, болашақта ұрық қоректі заттың барлығын осы жатырдың ішкі эндометрий қабатынан алатын болады. Бұл қалыпты жағдайдағы ұрықтану процесі, яғни көріп отырғанымыздай екі ұрық ұрықтанғаннан кейін жатыр түтікшесіне ешқандай бөгетсіз жылжып отырып, жатыр қуысына келу керек. Жатыр қуысына келгеннен кейін жатырдың денесіне толығымен бекіну керек. Бұл қалыпты жүктілік. Енді жатырдан тыс, яғни жатырдың денесінде емес, жатырдың ішінде емес, ұрықтану жатырдан бөлек жерде болады. Көріп отырғандарыңыздай, мінекей жатырдың бойымен ұрық клеткасы жылжып отырып, жатырға түсу керек еді, бірақ ол түскен жоқ. Жатыр түтікшесіне бекінді. Осы жерде мінекей ұрық клеткасы дамып жатыр. Бұл енді жатыр қуысына не үшін түспей қалды? Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде жатыр түтікшесінде тарылу бар. Яғни жатыр ұрықтанған ұрық клеткасы 2, 4, 8, 16 деп клеткалар көбейіп өсіп келе жатқан кезде мына жерге өтпей қалды. Сол үшін осы жерге бекініп қалды. Енді жатырдан тыс жүктілік ол тек қана жатыр түтікшесінде болмайды. Сонымен қоса аналық безден, неге көрдіңіздер ме? Енді жарылып шығатын кезде сперматозоидпен осы жерде ұрықтанып, осы аналық безіне бекініп қалуы да мүмкін. Яичниковая беременность деп айтады, яғни аналық безіне бекінген, ол да жатырдан тыс жүктіліктің бір түрі. Жатырдың фимбрия бөлігіне, яғни мынау фимбриялар деп айтамыз, қол саусақтары сияқты қармап өзінің бойымен аналық ұрықты жылжытып отыратын фимбрия клеткаларының бойына бекінуі мүмкін. Сондай-ақ түтікшенің ішіне бекінуі мүмкін. Жатырдың денесі менен түтікшенің біріккен жеріне бекінуі мүмкін. Қалыпты жағдайда осы жатырдың денесіне бекіну керек еді, бұл жерге бекінген жоқ. Және ең қауіпті жатырдан тыс жүктіліктің ең қауіпті түрі бұл жатыр мойнына бекіну ұрықтың. Неге десеңіздер, мысалы мына жүктіліктер кезінде, мысалы аналық безінен кесіп алып тастауы мүмкін осы бір бөлігіне, мынау түтікшені кесіп алып тастап жатырдан тыс жүктілікті емдейді. Ал мына бөлікке, яғни жатырдың мойнына ұрық бекінсе, онда жатырмен қоса алып тастау керек болады. Өйткені бұл жерде үлкен жатыр артериясы, осы жатыр мойны арқылы жатырдың денесіне таралады. Үлкен қан тамыр, күре тамыр жүргендіктен, мысалы мына ұрықты не болмаса былай қырып алып тастауға ешқандай мүмкіндік болмайды. Сол үшін жатырдың денесімен көбіне алып тастап жатады.
болашақта әйел мысалы бір түтікшесі жоқ болса, бір түтікшесі, сау түтікшесі арқылы өзі босануы мүмкін, өзі жүкті болуы мүмкін. Егер тіпті екі түтікшесі де жабық болып, екі түтікшесі де жоқ болып жатқан күннің өзінде де жатыры орнында болғандықтан экстракорпоральды ұрықтандырған ұрықты жатырдың денесіне, әйелдің өзіне орналастырып, әйел өздігінен босана алады. Ал енді жатырдан мойнына бекінген кезде жатыр түгелімен алып тастағандықтан жатыр әйел болашақта жатыры жоқ болғандықтан мүлдем өздігінен босана алмайды, өздігінен жүкті де бола алмайды, өзі мүлдем босана да алмайды. Мына жерде суретте схема түрінде көрсетілген, жатыр түтікшесі, үлкен мынандай түтікше, соның бойына ұрық осылай бекінген. Бірақ жатыр түтікшелері ол тек қана түтікше, яғни көпір сияқты мынаның бойымен жылжып жатырға өту керек еді ұрық клеткасы. Жатыр білесіздер бұлшықет қабатынан тұрады. Ол жаңа ұрық бар 3-4 килограммдық, 4 килограммға дейін жетеді. Крупный плод болып жатады, 4 килограмм асып жатса. Гигантский плод деген болып жатады, 5 килограмм асып туылып жатады балалар. Ішіндегі суы бар, плацентасы бар баланың жолдасы, соның бәрін сыйдыратын жаңағындай бұлшықет созылады. Ал түтікше ол солай созыла алмайды, ол бала өскен кезде түтікше жарылып, әйелдің ішіне қан кетеді. Енді жатырдан тыс жүктіліктің белгілері, жалпы жүктілік кезіндегі алғашқы апталарында қандай, жатырдың ішіндегі жүктілік кезінде қандай белгілер болатын болса, жатырдан тыс жүктіліктің алғашқы апталарында да дәл сондай белгілер, яғни жүрегінің айнуы, жаңа тест оң болып шығады, екі сызық болып шығады, жүктілікке арналған тест, жүрек токсикоз белгілері, лоқсу, жүрек айну деген сияқты, және етеккірдің кешігуі, әлі етек задержка деп айтып жатамыз. Сол кезде әйелдер тест жасап жатады, екі полоска деп қуанып жатады. Дәл жатырдан тыс жүктіліктің белгілері дәл сол сияқты. Бірақ бұл жерде іш жаңағы түтікше, мына жерде көрсеткен түтікше созылып, керіліп, қабырғалары керіліп жатқандықтан іштің төмен жағы қатты ауыруы мүмкін. Түтікше егер жарылып кететін болса, мынау қабырғалар шыдамай, онда ішке қан кетеді. Қан кету белгілері. Мысалы, егер тек қана қан сыртына қарай, жатырдың сыртына қарай кететін болса, онда әрине іш жағына қан кеткендіктен сыртына қан кетпеуі мүмкін. Ал енді мына трубаның бойымен де қан жатырға қарай жылжып, әйелдің астынан да қан кетуі мүмкін. Сондықтан қан кеткен кезде де біз жатырдан тыс жүктілікті іздеуге тура келеді. Егер көп қан жоғалтып қойса, әйел тіпті есін жоғалтып, шок жағдайына түсіп кетеді. Егер уақытылы дер кезінде көмек көрсетілмесе, әйел қан кетуден өліп те кетуі мүмкін. Сондықтан бұл өте қауіпті асқынулардың біріне жатады. Жүктіліктің алғашқы апталарында жаңағы токсикоз болып, жүрегі айнып жүрген кездерде, шыңыз төмен тартып ауырып жүрген кездерде жай бірақат, жай әшейінгі жүктілік деп жүре беруге болмайды. Бір рет УЗИ өтіп тексерілген абзал. Енді қалай бұл сонда бір подозрение болған кезде қалай соны анықтаймыз? Бірінші, сіз гинекологқа барып тексерілесіз. Гинеколог кресло шығарып тексереді. Гинекологты сол кезде подозрение болуы мүмкін, яғни жатырдан тыс жүктілікке қауіптенуі мүмкін. Егер гинеколог сізге қауіптенсе, онда ары қарай УЗИге, тексеріске рекомендация береді, яғни кеңес береді, УЗИ өтіңіз деп. Одан кейін, мысалы, тест положительный болып жатқан кезде, кейде тест ложно положительный, яғни жалған өтіріктен екі сызық шығуы мүмкін, жүктілік болмаған күннің өзінде де. Немесе тіпті әйел жүкті болған күннің өзінде де бір сызық шығып жатады. УЗИден қарасақ, ішіндегі баласының жүрек соғысы, аяғы, қолы бар, әлі күнге дейін тест теріс нәтиже беріп жүретін жағдайларды болады. Сондай кездерде біз гонадотропты гормонның деңгейін, қандағы деңгейін тексеру үшін анализге жібереміз. Бұл анализ мынау жатырдан тыс жүктілік кезінде өзінің мысалы мерзімі 5 апта болатын болса, содан аз көрсетуі мүмкін. Және 72 сағаттан кейін қайтадан тапсырған кезде, егер жатыр ішілік жүктілік болатын болса, оның деңгейі жаңағы өседі. Ал егер соның деңгейі кішкентай ғана өссе, немесе сол деңгейінде тұрса, жаңа жатырдан тыс жүктілікке қауіптенуге болады. Сондай-ақ лапароскопия, диагностикалық лапароскопия, яғни әрі емі, әрі диагностикасы болады. Яғни жатырдың ішіне лапароскоп деген ұшына камера орнатылған аппарат арқылы кіріп, кішкентай тесік арқылы
жатырды жаңа шығуысында не болып жатқанын тексереді. Жатыр көріп тұрсыздар лапароскопия бойынша және жатырдың түтікшесіне бекінген мінекей ұрық. Яғни бұл жерде әлі жарылып үлгермеген, тек диагностика қиын болған үшін мүмкін кірген болуы мүмкін, немесе емдеу мақсатында кірген болуы мүмкін. Лапароскопия осылай, мысалы көріп тұрсыздар, мынау сау бала бекінбеген бөлігі жатыр түтігінің, ал мына жерде көріп тұрсыздар ішіне қарай қан кетіп жатыр, бірақ әлі мынау сыртқы серозды қабат ұстап тұр, сондықтан ол ішке әлі мына іш қуысына қарай қан ағып жатқан жоқ. Ең қауіпті кезде мынау ішіне қарай қан кеткен кезде әйел уже шоктық жағдайға түсіп, есін жоғалтып қалады көп жағдайда. Енді өкінішке орай жатырдан тыс жүктілікті емдеу тәсілі ол біреу-ақ, тек қана мынау бала бекінген жерді алып тастау, баламен бірге қосып алып тастау, яғни операция. Басқа оның емі жоқ. Әйелдер көп түсінбейді, сізде внематочный беременность деп диагноз қойып жатсақ, немесе күдіктеніп, қауіптеніп жатқан жағдайда оны алып мына жатырдың ішіне түсіріп жүруге болмай ма, болмаса оны дәрімен түсіріп тастауға, мысалы жаңағы аборт жасаған кезде жатырдың ішіндегі дәрілермен баланы түсіреді. Дәл сол сияқты түтікшедегі жүктілікті дәрі ішіп түсіруге болмай ма деген сияқты әртүрлі енді кішкене тупой сұрақтар қояды. Тупой дегенге ренжімеңіздер, бірақ ол өте шынымен тупой сұрақ, өйткені оның емі тек қана операция, басқа емі жоқ. Өкінішке орай внематочный беременностьтің емі тек қана қай жерге бала бекінді, сол жердегі баланы алып тастау керек. Қалыпты жағдайда ол жатырдың ішіне бекіну керек еді. Мына жағдайда түтікшесімен қосып алып тастайды. Енді кейбір хирургтар әйелге бір үміт сыйлау мақсатында ма, ертеңгі күні мына түтікше жоқ болса, түтікшесін алып тастаса, әйел өздігінен екі қабат бола алмайды ғой. Сондықтан сонда бір үміт беру үшін мына түтікшенің бойын кесіп, ішіндегі баланы алып, қайтадан түтікшені тігіп қойып, біз сіздің жаңа трубаңызды сақтап қалдық деп әйелге жалған үміт береді. Неге жалған үміт? Өйткені өзіңіз ойлаңыз, бұл әлі операция жасалмаған сау труба еді, ешқандай тыртығы жоқ, ешқандай ешкім кескен жоқ, ешкім тіккен жоқ. Сондай сау кезінде осындай бала, мысалы жаңағы ұрық клеткасы өте алмай қалды да, осы жерге бекініп, внематочный беременность сондай проблема жасады. Енді оны кесіп, ол жерде тыртық қалыптасады, және оны тіккеннен кейін ол тіккен жердің өзі де тыртықтасып қалыптасады. Сондай проблемны болғаннан кейін ертеңгі күні ұрық қайтадан жылжып отырып, осы жерге тағы да бекініп, тағы да внематочный болу қаупі өте жоғары болады. Сондықтан менің көзқарасым, менің дәрігерлік бақылауым бойынша, егер внематочный беременность болған жағдайда трубаны сақтаудың қажеті жоқ. Өйткені бұл труба ешқандай операция, ешкім теспей, ешкім кеспей, ешкім тікпей жатқан күннің өзінде внематочный беременность берді. Ертең оны кесіп, еще тігіп, мынау қуысты одан сайын тарылған кезде әйелге қайтадан біз проблема, болашақта тағы да внематочный жатырдан тыс жүктіліктің болу қаупін жоғарылатамыз. Ол жағдайда мүмкін әйелге дер кезінде көмек көрсетілмей қалып, тіпті ол әйел қайтыс болып кетуі мүмкін. Сондықтан жалған ол әйелге үміт сыйламай, одан да ол трубаны дер кезінде, егер внематочный болып жатса, алып тастаған жөн. Әрине, бұл менің пікірім, онымен келісу, келіспеу әр маманның, әр пациенттің өзінің пікірі, бірақ менің дәрігерлік көзқарасым осындай. Енді видео бойынша бүгінге қысқаша айтатын дүнием осы. Внематочный беременностьтің емі өкінішке орай әзірге тек қана ота, басқа медицинада оны емдейтін тәсіл ойлап табылған жоқ. Егер видео ұнаған болса, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ біздің парақшаға тіркеліп қойыңыздар. Жаңа видеолар келген кезде сіздерге қоңырауды басып қойсаңыз, напоминание, яғни ескертулер келіп отырады. Және біздің инстаграмдағы отбасы академиясы деп аталатын парақшамызға тіркелсеңіздер, аптасына 1 рет, кейбір кезде 2 рет тікелей эфирде тегін кеңес алу мүмкіндігіне ие боласыз. Жақсы, сау саламат болыңыздар. Осымен сау болыңыздар.